Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге Қол созған үміт сериалының 17-ші бөліміне қысқаша шолу жасап беремін және 18-ші сериалда не болатынын түсіндіріп өтемін. Сумру Азраға егер мәртті көргің келсе, онда Дженктен бас тартасың деген еді. Сумру мен Азра төменде айқайласып жатады. Айқайлары жоғарыға естіледі. Жансу Азраға айқайлап, осының барлығы сенің кесіріңнен дейді. Сөйтіп өтіріктен Дженктің көзінше тағы да ауырып қалады. Жансудың өтірік ауырып қалғанына Дженк те Азра да сеніп қалады. Жансу сол сәтті пайдаланып Дженкті құшақтап жылап жатады. Азра кешірім сұрап, енді Жансуды ұстап жатқанда Жансу көзімен Азраны атады. Азра Жансудың рөл ойнап жатқанын бірден түсіне қалады. Сумру енді үйге келер болсаң, Азрасыз кел дейді. Азра Жансуға кері әсер етеді. Жансу міне көрдің ба ауырып қалып жатыр деп ол да өтірік айтады. Хусни әжейдің өлімінен кейін Фарида ханым үйіне оралады. Қанша жылдан бері келе жатқан жан құрбысының өлімі бұл кісіге ауыр тиеді. Болған жайтты айту үшін балаларына хабарласады, бірақ ешкім тұтқасын көтермейді. Мелис Хадырмен бірге теңізде яхтамен қыдырып жүрген еді. Хадыр әдейі Мелистің телефонын теңізге түсіріп алады. Қарындасы Эдженің өліміне Дженкті кінәлайды. Дженк те мен сияқты қиналсын деп сол түні Мелисті зорламақшы болады. Яхтаны қаладан алысырақ алып кетеді. Сөйтіп арам ойын енді іске асырмақшы болғанда телефонына ағасы хабарласады. Не істеп тұрсын? Бейкүнә қыздың не кінәсі бар? Егер сен жаман жолға түскің келсе, онда мені ұмыт деп айқайлап ұрсып тастайды. Сен әділет жолында жүрген жансың. Өш алу үшін құйтырғы істерге барар болсаң, Дженктен сенің қандай айырмашылығың бар дейді. Ағасының сөздерінен кейін Қадыр есін жиып алады. Сөйтіп Мелисаға тиіспейді. Хасан Азраға хабарласып, Хусни әжейдің қайтыс болғанын айтады. Жансу ештеңе болмағандай үйінде журнал ақтарып отырғанда үйіне әкесі келеді. Өзін анасының досымын деп таныстырады. Сумрудың мектептен бері келе жатқан досымын дейді. Жансу, онда үйімізге жиі келіңіз, анамның жас кезіндегі шақтардан маған айтып бересіз дейді. Бурхан әрине тағы келемін деп кетіп қалады. Жансу бөлмесіне кетеді. Бурхан Сумрудан ақша алып тағы да бересің дейді. Және үйіңе қалған кезде келемін дейді. Ертесі Хусни әжейді жер қойнына тапсырады. Мелек ертерек неге келмедім деп өкініп, анасының жастығын құшақтап жылайды. Фарида ханым, Хусни сендерді маған аманат етіп тапсырып кеткен. Мен енді сенің анаңдай боламын, ал сен менің қызым болып есептелесің енді дейді. Фарида ханымның үйінде Хусни әжейдің рухына бағыштап Құран оқытылады. Ол жерге Сумру мен Хулия да келеді. Сумру мәртті де ертіп келген болатын. Азра мәртке балық сатып әкеліп, ертегі оқып жатқанда Сумру келіп мәртті алып кетеді. Сераф Фарида ханымға Сумруға көмектесейік, мәртті арнайы мектепке беру үшін ақшасы жоқ екен дейді. Фарида ханым келіседі. Жансу Дженкке хабарласып үйіне келуін сұрайды. Дженк Жансу ауырып тұрғандықтан оған жоқ дей алмайды. Дженктің Жансудың жанына бара бергендігі Азраға ұнамайды. Сөйтіп Азра мен Дженк екеуі ұрсып қалады. Азра көліктен түсіп өзі жұмысқа қарай жаяу кетеді. Жолда келе жатқанда Хулия хабарласып сөйлесуіміз керек деп, Азра жұмысқа кел, сонда сөйлесеміз дейді. Месут Сумруға қарызының қалған бөлігін әкеліп береді. Месут Сумрудан көмек сұрайды. Мен саған ақшаны қайтардым, есесіне сен маған сотта көмектесесің, мен де саған көмектесемін дейді. Азми өзінің компаниясын ашады. Оның басшысы етіп Тарықты сайлайды. Бүгін Челлендер компаниясында жиналыс болады. Үлкен тендер ойнатылайын деп жатыр. Сол тендерге біздің компаниямызды ұсынамыз дейді. Сөйтіп ақшаға батамыз дейді. Қадыр Мелисаға жаңа телефон әкеп береді. Негізінде Мелиса Қадырдың жоспарлары туралы білмейтін еді. Мелиса әңгіме үстінде Азра туралы және мәртті сот арқылы қайтарбағысы келетінін айтады. Ал Қадыр болса, мен юристпін, көмектесе аламын деп айтып қалады. Хулия Азраға келіп, Дженк пен мәртті бекер айырдың деп оған кінә тағады. Сен мәрттің жағдайын ойламайсың ба? Осылай Сумруды өзіңе қарсы қойып аласың. Ол саған мәртті бермей қойса қайтесің дейді. Азра ешкімді ажыратқан жоқпын. Сумру мен мәртті бұл менің жағдайым. Сіз араласпаңыз дейді.
және Месутты не үшін сотқа бердің дейді. Ол болмас қарыз үшін әкеңді өлтірмейді ғой. Екеуі сонша жылдан бергі дос емес пе дейді. Фарида ханым Азмиді жұмыстан босатады. Өйткені қағаз жүзінде алынған азық-түліктер мен қоймадағы азық-түліктер арасында үлкен айырмашылық бар. Азми бұған менің қатысым жоқ, барлығын жаңадан тексеріп берейін деген кезде Фарида ханым бүгін болатын кешкі отырыста бәрінің ақ-қарасы ашылады дейді. Жансу Дженгке қайтадан табысқысы келетінін айтады. Бірақ Дженг, мен сені әрқашанда досым деп есептегенмін, досым болып қаласың дейді. Дженг қайтып бара жатқанда Жансу оның бетінен сүйіп алады. Азми Азраға мен мәрті тауып бердім, ал сен сөзіңде тұрған жоқсың. Мәрті тапқанда кететінің қайда дейді. Азра мәрті арда тапты, сондықтан да ешқандай келісім жоқ ортамызда. Әлгі әйелді телефон арқылы тауып едіңіздер, ол да қашып кетті. Бұл сендердің Сумру екеулерінің істеп жүрген жоспарларың шығар. Серап Сумруға келіп, мәрттің оқу үшін ақша беретіндерін және Азра мәртті алып бір күні басқа жаққа кететін шығар деп үміттенемін дейді. Ағасы Қадырға барлығын енді екеуміз бірге отырып ойластыра жасаймыз дейді. Қадыр кешірім сұрайды. Сол түні сен маған қоңырау шалмағанда мен бәрін бүлдірер едім. Менің есіме Эджи түсіп кетті де мен ашуға булығып әлгі қызды бүлдіре жаздадым дейді. Мелиса құрбыларына сол түні Қадырмен күшті қыдырған туралы айтып отырады. Және кішкене уақыт өтсін, мен оны ағаммен таныстырамын дейді. Тағы да алданып қалғым келмейді. Сабақта Яғмур Арданың жанына келіп отырып алады. Джейда жынданып кетеді. Өйткені ол Арданы Яғмурдан қызғанып жүрген еді. Фарида ханым Азраға мен Жансуды жақсы көремін, ол жақсы қыз, екеуің араңдағы мәселені шештіңдер ма дейді. Азра ол сұраққа жауап бермей, мен асханаға барайын, мені іздеп жатқан шығар деп кетіп қалады. Джейда анасына қанша жерден наркотик енді қабылдамаймын, терапияға барып емделіп жүрмін дегенімен анасы оған сенбей ақша беруді тоқтатады. Хамди мырза келіп Фарида ханымға іскерлік ұсыныс жасайды. Хамди мырза компаниясының қызметкерлеріне тамақты Фариданың ресторанынан алдырмақшы еді. Және ертең адвокатын жіберетін, ол адвокат менің оң қолым және өзімнің баламдай дейді. Яғни жоспар бойынша Қадыр келу керек. Месут әйеліне жүзік сатып алып сыйламақшы болады. Бурхан Фатиманы Азраның жұмыс орнына әкеліп, Азраны көрсетеді. Есесіне маған Сумрудың киімдерін бересің дейді. Фатима, сен ол киімдерді апарып Сумруға бересің, ал мен керек болмай қаламын деп бермей қояды. Кешкі жиналыста Фарида ханым Азми мырзаны жұмыстан босатқанын айтады. Өйткені соңғы кездері компаниямызда себепсіз көп қаржы жұмсалды, компаниямыз шығынға батты дейді. Және Челен Груп компаниясына жаңа басшы тағайындалдым. Ол Дженг Челен деп Дженгті таныстырады. Мелиса Жансудан қалін сұрап келеді. Жансу, мені қоя тұршы, өзің қалайсың дегенде Мелиса Қадыр деген бір жігітпен танысқанын айтады. Азмиден құтылдым деп ойлайды. Бірақ Азми Фарида ханым жындханада жатқанда компанияның 10% акциясын сатып алған екен. Жансу Қадырға хабарласып, Мелиса деген қызды танисың ба дейді. Қадыр жоқ, ондай қызды танымаймын деп жауап береді. Кешкі ас үстінде Дженг анасына Азми компанияның 10% акциясын сатып алғанын және сен басшылықта отырғаныңда неге қол қойғаныңды қарамайсың дейді. Сенің аңқаулығыңды Азми пайдаланып кетіпті дейді. Серап жылап жібереді. Азмидің бұлай істейтінін қайдан білейін деп. Фарида ханым Дженгке тиіседі. Сенің кесіріңнен Жансу өзіне қол жұмсап өле жаздапты. Сен бұған қалай жол бердің дейді. Сен Жансуды тастап кеткенсің, сондықтан оның кешірімін алуың керексің, сол үшін барлығын жасайсың дейді. Алдында Сера Фарида ханымға Дженгтің қызы бар, Жансуды сол үшін тастап кетті деп айтқан еді. Әрине Фарида ханым ол қыздың Азра екенін білмейтін еді. Азми Сумруға келіп компаниядан жұмыстан кеткенін және оны қуып жібергенін айтады. Мен оларға қаншама жылымды кетірдім, қаншама ақша келдім дейді. Бірақ олар менен оңай құтыла алмайды. Компанияның 10% акциясы менде дейді. Бурхан келіп Сумруға, мынау сенің кезекті күйеуің болатын жігіт па деп Азмиге тиіседі. Бурхан өзін Сумрудың бұрынғы күйеуімін деп таныстырады. Сөйтіп Азми екеуі төбелесіп қала жаздайды. Сумру Азмиге, төбелесіп қаласындар, кете берші, мен мәселені өзім шешемін дейді. Азми кетіп қалады. Фарида ханымның сөзінен кейін Азра өзін жайсыз сезініп отырады. Дженг әжеме айтайық деген кезде Азра жоқ. Сен мен Жансудың ортасында түскен мен екенімді қалай айтамын дейді. Сумру, бізден не қалайсың, біздің өмірімізден кет дейді.
Бурхан, осы кафенің акциясын менің атыма аударасың және үйіңді сатасың да жарты ақшасын бересің. Сол кезде ғана барып ойланамын деп кетіп қалады. Сумру шарасыз отырып жылайды. Ертесі Джен Қадырдың ұстаханасына келеді. Эдженің хатын алып кетеді. Қадыр әдейі сұрайды, еже деген кім, ішінде не жазылған, маңызды бір нәрсе бар ма деп. Бірақ Дженк айта алмайды. Сөйтіп ол кетіп қалады. Азра Хусния әжейдің басына келіп, сіз мені жақсы түсінетін едіңіз, мен қазір жалғыз сұрап жүрмін. Дженк екеуміздің махаббатымызды сізден басқа ешкім түсінбейді дейді. Джейда мен Арда қайта татуласады. Арда Джейдаға жұмыспен көмектесетінін айтады. Месутқа Четин хабарлама жібереді. Кемалдің өлтірген адамдарды таптым, офиске кел, сөйлесеміз деген екен. Ол Хулияға айтпай кетіп қалады. Дженк Челлендер компаниясындағы тендерді ұтып алған фирмаға келеді. Сөйтсе, ол фирманың бастығы Тарық екен. Әкең саған айтпай біздің компаниядан ақша жымқырып осы фирманы ашты. Міне дәлелдемесі деп документтерді қалдырып кетеді. Қадыр Челлендердің компаниясына келеді. Ол Хамди бейдің адвокаты ретінде өзін таныстырады. Сөйтіп Фарида ханыммен келісімшартқа отырады. Тарық әкесінен не үшін олай жасаған сұрағанда, Азми, ол компанияға қаншама жыл еңбек етіп, тер төктім, бұл маған тиесілі ақшалар дейді. Месут Четинмен кездесуге келеді. Четин жерде жатады, оны біреулер өлтіріп кеткенге ұқсайды. Месут қалтасынан телефонын ала бергенде, қалтасындағы Хулияға деп алынған сақина құлап кетеді. Бірақ Месут оны байқамай сол жерден қашып кетеді. Дженк әжесіне келіп, ана компания Азмидікі екен, басшысы ретінде Тарықты қойыпты дейді. Тарыққа обал болған екен, тексеру кезінде Тарық зардап шегеді ғой дейді Фарида ханым. Еден жуушы ағай Жайдаға, мен қызым ұрлықшы емеспін деп өзінің өткендегі мәселесін түсіндіре бастағанда, Жайда, мен сіздің ақша ұрлап жатқаныңызды көрдім деп оған тағы да ұрса бастайды. Бұл жерге Яғмұр келіп, еден жуушы ағайдың сөзін сөйлейді. Негізінде еден жуушы ағай мен Яғмұрдың арасында бір байланыс бар. Мүмкін оның әкесі де шығар. Оны келесі бөлімдерден білетін боламыз. Дженк Азраға хабарласып, кешке жұмыстан алып кететінін айтады. Джен Тарыққа ұшақ билетін алып береді. Бұл жерден кет дейді. Егер фирмаңа тексеріс жүргізетін болсақ, сенің басың бәлеге қалады дейді. Бұрыннан келе жатқан досым едің, сондықтан саған жақсылық жасап отырмын деп. Сирап Дженкке хабарласып өтірік айтады. Жансуды үйге тамаққа шақырып қойдым. Азраның да бұдан хабары бар, ол да үйге келе жатыр дейді. Оған сенген Дженк Азраны жұмыстан алмай үйіне қайтып кетеді. Месут үйіне келіп болған жағдайды Хулияға айтып береді және қашпақшы болып киімдерін жинап жатқанда оны полиция келіп алып кетеді. Азра Дженкті ұзақ күтеді, оны бас ұста үйіне жеткізіп тастайды. Азра үйге келсе, қонаққа Жансу келген екен және барлығы Азраға қарамай тамақты бастап кеткен екен. Дженк пен Жансуды бірге көрген Азра біртүрлі болып қалады. Азраның қиналғаны Серапқа қатты ұнаған сияқты.